7-ші мектептің 1-ші сынып оқушысы Орынбасар Ясина. Екі дос келе жатты, алдарынан бір аю шығыпты. Олардың біреуі ауыру екен, екіншісі мықты жас жігіт еді. Ол аюды көрді де соңынан бір биік ағаш үстіне шығып кетіпті. Ауыру жігіт өлген адам құсап жатты. Қалада аю қасына келіп иіскелейді де жөніне кетеді. Аю құлағына не деп сыбырлады дейді. Жолдасы тастап қашып кеткен адаммен